Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін әрі қарай трейлерімізді жасай бастаймыз. Біз соңғы кезде мынау темір бөлшегімізді, дөңгелекті ұстайтын темір бөлшекті жасадық. Енді бұған мына жерге болтын жасайық. Так, болтын жасау үшін жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Ортасынан таңдап, мынау 60-70 болса, примерно 68 қылып диаметр қылу болады. 68 қылдық. Сол 68-ді өсіруге болады. 68-ді өсірсек, керіге. Так, up to face тик, мұның бетіне дейін жасау керек. Енді біздің болтымыз, ұстап тұратын болтымыз пайда болды. Так, енді мына жерге іштен, сырттан болсын, іштен емес, сырттан болсын, рессор жасайық. Рессор жасау үшін біз қалай істесек оны. Мына жерде бір так бүйтіп бүйтіп темір өсірейік. Диаметрін 50 қылайық. Бұны өсірейік. Бұны 60 миллиметрге өсірейік. Так, 60 миллиметрге өсірдік. Бұл жерде содан кейін мынаны қозғалтайық. Так, біздің қозғалту функциямыз қайда еді? Трансформ. Мынаны трансформ жасайық. X, Y, Z. Так. X, Y, Z емес. Mate connector. No. Mate connector. Жоқ, бұл жарамайды екен бізге. Rotate деп алайық. Axis-ті мынандай алайық. Axis деген жаңа ось қайсы болады. Міне. Айналдырамыз. Біздің дөңгелегіміз примерно былай тұрады. Дик 30 градусқа. Так, 30 градус. Мынаны 30 градус қылайық. Rotate, axis мынау. Бұнды 30 қылайық. Так, не болды? Қызық емес, 30 қылайық. Бұл артындағы екен ғой. Так, бұларды жарайды, сосын қыламыз. 30 қылдық. Жоқ, қазір қыла салайықшы осыны. Так, бұны да rotate қылайық.
Бұнда rotate аксисті былай қылайық. Бұны да 30-ға қозғалтайық. Енді келесінде сөйтейік. Былай аксисті осьті былай таңдайық. Бұны да 30 қылайық. Ал барлығы тұрды орнына. Енді біз мына жерге ортасына жаңағы нені ұстайтын, рессорымызды ұстайтын бұны да 50 қылайық. Темір жасайық. Бұны да өсірейік. Өсіру 60-қа болсын. 60-қа өсірдік. Так, екеуінің дистанциясы бір емес екен. Бір емес екен, е? Так, оны не істейміз? Мынау мынаны удалить етсек, алып тастайық. Мынаны алып тастайық. Так, мынаның бойында енді рессорды отырғызайық бұның бойында. Бұның бойында отырғызу үшін мынаны сәл ұзартайық бұның несін. Up to face қылайық. Ненің бетіне дейін? Мынаның бетіне қылайық. Окей. Мынау ұзарды. Осының бетіне дейін болды. Теміріміз енді мына жерден үстінен не сызайық. Жиналайық та. Елу қойық. Бұны өсірейік. 60-қа. Так. Енді мынаның үстіне біздің диаметріміз 60 еді. Бұны мына жерде 30 қылайық. Так, осылай. Енді істеп көрейікші. Remove деп бұл емес. Мынаны қылайық. Бұның remove примерно 40-тай қылайық. Кесіп тастайық. Ал, міне, мынандай нәрсе шықты. Енді мына жерге болт салатын жер жасауымыз керек. Ортасынан болт салатын жер. 12-ші болт кіру үшін 12-ді 3 қылайық. Содан кейін бұны тесейік. Up to face. Жағын жерге дейін. Тестік. Бұл жерге болт сығатын боламыз. Енді мына жерден бүйтіп жонып тастайық. Ортасынан алып, бұны да 30 қылып, бұны да жонамыз. Тереңгі 40 қылып. Дұрыс емес жондық. Сыртын жону керек бұны емес.
сыртын жону керек. 40 қылып жондық. Енді 40 қылдық. Так. 40 емес, бұны көбірек жонуға тура келеді. Up to face қылайық. Ненің бетіне дейін, мынаның бетіне дейін десек, олай істемейді. Так, біз онда up to face емес, blind қылайық та. Бұл жерде 80 қылайық. 80 қылып жондық. Енді бұл жерге қазір резьба қоямыз. Бірінші резьба қоюдың алдында мына жерге не жасайық? Біздің рессорымызды қойық. Амортизатор жасайық. Амортизатор как? Амортизатордың басы мынандай болады. Бүйтіп істеп көрейік. Бұлай емес, бірінші плейн жасайық. Мынаның үстіне 3 миллиметрге дистанцияда, 3 емес 1 миллиметр дистанцияда. Бұл жерге так. Плейн 2-нің үстіне жұмыс істейік. Содан кейін мына жерден былай елуді 40 қылайық. 50-ді 40 қылдық. Енді бұны өсіру керек. Бер жаққа қарай. Бұны өсірсек 25-30 қылдық. Примерно бұны 30 емес, 10-ға өсірейік. Мына жағында мынандай теміріміз пайда болды. Бұны астын кішкене ұзартуымыз керек. Скетчке барып, 40 емес, бұл жерде 60 қылайық. 60. Кішкене өзгертейік нәрсе. Тұрған тұрсын. Астын сүрейік. Минус 21-ге түрейік. Болды. Так, енді мынау бөлшегімізді жан-жағын жонайық кішкене. Бұлай. Сосын мына жағында жонайық. Бұлай. Бұл 50 емес, одан кіші ғып жонайық. 12 көрейікші. 12 тым кішкентай. 25 қылайық. Ал 25 пойдет. 25-міз болды. Енді бұны кішкене айналдыруымыз керек. Айналдыру үшін трансформ жасаймыз. Трансформ мынаны rotate, қайттан айналдыру. Axis десек. Axis деп, так, не алуға болады? Бұны артынан тек артынан жақындайық.
аксис деп мына тескті алайық. Жоқ, мына тескті. Ал енді қайттан алдына барып қарасақ, бұны бізге былай айналдыру керек. Так, былай айналдырып, мына жерде тип тұр ма? Тип тұр. Енді кішкене тип тұр, сондықтан мынаны үлкендеу қылып жону керек. Біз жонғанда қанша қылып алып едік? Көрейікші. Қазір мынаны таңдайық. Қайсы экструд 13 еді. Соны ашайық. 40-қа жонғанбыз. Оны 40-қа емес, 43-ке жонайық. 43 жонсақ, көрдіңіз бе? Енді тимейтін болады. То есть рессор айналып қозғалады, қозғалғанда да тимейтін болады. Енді рессорды қалған бөлігін жасайық. Бірінші, так, мынаның ортасына мынаның ортасын былай бөлуіміз керек. Бұны не үшін? Бұны бөлсек, тура ортасын. Так, былай. Бізге өйткені бізге не керек? Айнаға түсіруіміз керек мына бөлшекті. Айнаға түсіру үшін mirror'ды таңдаймыз. Мына бөлшекті аламыз да айнаның ортасын көрсетеміз. Мынау айна мынау болсын деп, мына жағына көрдіңіз бе? Екінші бөлшегіміз шыға келді тура сондай. Бірақ бұны біз ерте жасадық, өйткені біз әлі тесік жасаған жоқпыз. Тесуіміз керек әлі. Мына жерде тесуіміз керек. Тесу үшін мынаның бетіне так, мұның бетіне емес, мынаның бетіне 12 еді ғой, 12-да 3 тұғын. 12-да 3-ті диаметр 12-да 3 таңдайық. Бұны енді кесіп тастайық. Так, бұны кестік. Solid remove. Mesh visual. Жоқ, не қалай. Тесігіміз пайда болды. Міне тесігіміз пайда болды. Енді тесігіміз пайда болғаннан кейін біз mirror жасай аламыз, айна жасай аламыз. Қазақшасы зеркальное отражение деген қалай болады? Дұрысын білгендер болса. Так. Білгендер болса, жазып жүрсінші. Өтініш. Міне, енді мына жерден так, рессорымызды өсірейік ары қарай.
мына шетіне өсірімізді кішкене өсірейік. бір сантиметрге өсірсек, бір емес 20 сантиметрге. 2 сантиметрге, то есть 2 сантиметрге өсірдік, ал 2 сантиметрге өсірдік, бұны екінші жағына да өсірейік. Оны 1 миллиметрге екінші жаққа өсірейік. Әд қылайық, merge with all. Мына қосылып кетті, көрдіңіз ба? Енді мынаны жауып тастайық. Мына енді мынандай амортизатордың бөлшегі пайда болды. Мынандай бөлшегі пайда болды. Бұны слишком көп өсіріп кеттік. 20 миллиметр емес. Бұны бір 8 миллиметр қылсақ та жетеді. 8 миллиметр қылсақ та жетеді. Қазір көрсетем не екен. Енді мынаған амортизаторымызды алып келуіміз керек. Мынаның үстіне біз не жасайық? Амортизатор өзі домалақ болады ғой. Бұның үстіне тура ортасына алып, мынаның несі қалай еді? Размерлер. Так, бұны емес, бұлай таңдаймызды қанайда қарай саламыз. 50. Вообще. Жоқ, бұл. Так, қанша? 52. Так, 50-52. Онда 25-ке, в принципе, ортасына алып, 25-те 52-сі 26-да. Енді ортасын 26-да жасадық. Дөңгелек втулкамызды өсіреміз. Қандайға өсірейік? Қазір қараймыз. Бұл втулкамыз 60 миллиметр. 60 миллиметр. 70 қылсақ. 70 миллиметр болсын. 70 миллиметр. Мына жерін дұрыстайық. Так, радиус 3 миллиметр қылайық. 3 миллиметр болмайды. Так, ол болмайды. Full round. First side face. Second side face. Is too round. Болмайды. Онда етіп істемейміз. Біз мынаны таңдап көрсекші loft. Profile surface емес, solid. Add profiles. Мынау. Сосын мынау.
Ой. Содан кейін так, болмай тұр, иә? Біз мынаны біреуін алып тастайық. Екінші драфт жасайық. Бұны да әд қылып. Жоқ, бұны бетіміз. Так. Мынаған. Кәдімгі не пайда болды? Көрейік. Так, дұрыс емес нәрсе шықты. Бұны онда үйтіп істемейміз. Әзірге филетпен істеп көреміз. Так, хорошо. Не болды? Бірдемені жоқ қылып жібердік. Байқамай. Ноулофтты алып тастайық. Ноулофтты алып тастайық. Так, болды. Енді біз мынау темірімізді шыққан бөлшегімізді менімше тым апарып тастадық ортасына. Бұны көрейікші, қай сурет? Так, бұны біз орнын өзгертейік. Басқа жақ қояйық, сәл үйтіп. Бір қозғалтайық. Осылай. Енді мынауымызды қозғалтайық. Rotate. Мынаған қарап rotate. Фонд. Осыған келтірейік. Так, енді мынаны тағы үлкейтуіміз керек. Экструд. Қанша экструд? 70 еді. 85 қылайық примерно. 85. Енді мынаны тесейік. Ол үшін мынаны пока емес көрсетпей тастайық. Бөлшегімізді. Бізге көрініп тұрсын. Так, енді мынау астынан ісімізді астынан жасайық. Мына жұмыстың алаңын таңдайық. Мұны оқып. Енді бұның үстінен бұның радиус қандай еді? 50. Примерно 40 қылайық. Сөйтіп кесіп тастайық. Ортасын. Биіктігі 85 еді ғой, Бұны біз 85 емес 90 қылсақ болмайды. 83 қылайық онда.
83. Так. Енді бұл жерге не салайық? Втулкасын ішіндегі. Қанша еді радиусымыз? Жаңа 40 болды. Бұны примерно 39-да 7 қылуымыз керек. Бұны өсіруіміз керек. Екі жаққа да өсу керек. Так, мына жаққа бір 10 деп өсірсек, артқа қарай. Алға қарай, қазір көреміз оны. Алға қарай қанша өсу керек. Оны өшірсек. Алға қарай. Елу сегізге өсіруге болады. Так, 58-ге өсірдік. Енді бұл жерге тағы да мынаны қозғалту керек болып тұр. Так. Жоқ, бұл емес. Бұны жаңа қозғалтып едік, 26 градусқа 27 десек қалай болады? 27 болмайды екен, соның 26 мен 27-дің арасы сияқты. 26-да 5 градусқа өзгертейік. 26-да 5. 26-да 5 емес, сәл үлкендеу. 7 сияқты, 26-да 7. Енді бұл жерге де темір жасауымыз керек. Бұны қалай жасаймыз? Қазір көрсетемін. Жанынан қарайықшы, қалай өсіп келе жатыр. Мына мен мынаның арасындағы дистанция 37-де 20. Значит, примерно 35-ке 35 арасында 35 миллиметрге темір қоя аламыз. Онда бүйтейік. Так. Мынаған жұмыс істейік мына жерге. Так, мынаны алайық. Так. Так. Бүйтіп алуымыз керек. 48 емес, 50. Ну, 60. 60 жетеді. Енді бұны қозғалтайық кішкене. Градусқа 2 градус 2,5 болады ғой, не? 2,5 градус, Енді окейді басайық. Так, енді тағы да жылжытайық оны.
кішкене миллиметрге жылжытуымыз керек болып тұр. Осылай. Енді мынау 60 тым үлкен болып кетті. 50 болсақ қалай болады екен? 50 болсақ сәл астынан бүйтеміз. -3-ке қозғалтайық. -3-ке қозғалттық. Жақсы. Енді бұны өсірейік. Киреге қарай өсірейік. Так, бұны қалай өсіреміз? Так. Бұны олай өсірмейміз, тұра тұрыңыздар. Интерсект қылайық. Match scope. Мұнамен. Так. Жоқ, бұлай болмайды. Бұны біз мынаның диаметрін кесіп алайық. Мынау втулканың. Қайттан барып ортасын таңдауымыз керек. Мынаның диаметрі қанша еді? 30 тұғын. Бұны 31 қылайық. Енді кесейік. Енді өсірейік. Әд қыламыз. Мұнамен. Бұлай алып келуге болады. 75 қылайық. 75 қылдық па? Енді second end position дегенді көрсетейік. Second end position'ды бұлайды тарту болады, наоборот. Көріңіз бе? Міне. Енді бізде не пайда болды? Бізде мынандай рессорымыз пайда болды. Амортизатор. Бұл амортизатор. Мынау бөлек бөлшек. Мынау бөлек бөлшек. Мынау бөлек бөлшек. Так. Енді мынаны айналдырайық. Сонымен бүгінгі сабағымызды бітірейік. Өйткені созылып кетті. Үстіп амортизаторымызға құсап келе жатыр. Мына жерге резьба салсақ, сосын мына жерге тесік саламыз. Сонда осы жерде гайкамызды бұрап, амортизаторымызды бекітіп қоямыз. Осылай дөңгелектің амортизаторы пайда болды. Бүгінге сабақ тәмам. Қош сау болыңыздар.